Кеш жарық. Бүгін тағы екінші видео түсіруге тура келіп отыр. Мынау менің қолымда стақан, су құйылған. Шамамен 100-130 граммдай ау деймін. Мына көздеріңізше міне мачоменді бастап жатырмын. Осындай болады. Мен көп аса енді негіз тілдің астына салған өте 88 жаңағы тамырдың жаңағы басы бар дейді, ауызға салғаннан. Бірақ енді мен негізі International компаниясының өнімдерін ішіп атқаныма 1 жыл міне 7 айдай болды. Green Max'ты да әлі ішіп атырмын. Сондықтан мен суға езіп ішкен жақсы көремін. Осылайынан езіп жіберем. Өйткені енді бұл суды аз ішетін адамдарға да бұл негізі пайдалы ғой деп ойлаймын. Осылай езіп алып, әдемілеп тұрып ішіп қоямыз. Енді менің айтпағым 24-тің майында мен компанияға тіркеліп, осы жерден міне Аллаға шүкір тегін өнімдерді алып ішіп жатырмын. Қазіргі таңда Рубин статусына міне 1-2 күн әрі кетсе 1 шамасында шығып қаламын. Рубин статусы енді әрине осы жерден кірген сайын статустан статусқа көтеріле береміз. Оның бәрі маркетингте бар. Мен неге адамдарға көп аса таратып, осы өнімдер жайында айтып жатырмын. Ең бірінші байлық денсаулық дейді. Әрине денсаулық жақсы болсын десеңіздер, осы International компаниясының өнімдері өте керемет жұмыс істейді. Бұл араға диагноздың қажеті жоқ. Өзі диагноз жасайды. Өзі керек жерге өзінің жаңа ем шипасын бере береді. Бұл клетка түрінде адамды өз қалпына келтіреді. То есть мутированный клетка дейді. Сосын жаңағы ауру клеткалар болады ғой. Соның бәрін қалпына келтіргеннен кейін ағза өз-өзін емдей бастайды екен. Ал енді мен қысқаша ғана осы видеоны түсіріп отырмын. Менің осы өнімдерді ішкеннен бергі денсаулық жағынан жетістігім ең бірінші менде жаңағы тізе мен бел ауруы қатты болды. Отырып тұру, жүру қиын болды. Вот сондай күйі жетті. Содан қосымша 21 жылы ковидтен кейін инфаркт ұстадым. То есть менде ожирение болды. 89-90 келіге дейін бардым. Салмағым, қарын үлкейіп кетті. Сондықтан маған енді әрине бір денсаулықты күтетін жолдар керек болды. Енді бәлініске жатып шығып, жаңағы жүректің тамырына стенд салды ғой. Қазір менде 3 стенд тұр. Доғдырдың дәрісін алып іштім, әрине сөз жоқ. 1 жылда ішкен кезде менің мүлдем иммунитетім түсіп кетті. Сондықтан осы жерге келіп, осы өнімдерді алып ішкеннен бері Аллаға мыңда бір шүкір, денсаулығым жақсарды. Қай жағынан? Жаңа айтып өттім, тізе мен бел жағы өте күшті қатты ауыратын еді. Осы арадан қазір ұмыттым деуге болады. Көзіме жақсы ем жүрді. Бұрын өмір бойы очки тағып жүрген адам, қазір очки тақпайтын болдым. Тек машинаның рөліне отырғанда ғана тағам қазіргі таңда. Қатты терлейтінем жүрген кезде, сосын үйде шай ішкен кезде, тамақ ішіп отқанда сүлгі мойнымда тұратын еді. Соның бәрі қалды қазір, ондай терлеп тепшу. Сосын менде саным, оң жақ саным тізеге дейін, белден бастап қатты мұздап ауыратын еді біраз жылдардан бері. Сол қойды қазіргі таңда. Давлением менікі бұрын секіріп тұратын еді, ойнап әртүрлі жағдайда. Қазір давлением менде бір қалыпты, 120-да 80, 120-да 90, осыны ұстап тұрады менде. Ісік жоқ, отечность, то есть кетті ол да. Салмақ
менде жаңа айтып өттім ғой, 90 келідей болсам, қазіргі таңда енді менде негізі 79-ға дейін түстім, бірақ қазіргі таңда 82-83 келін ұстап тұрмын. 82 жарым болады, кейде 83, сол салмақты ұстап тұрмын. Әрине бетім тартылды, әжімдер азайды, шашым қарайып жатыр, о жағынан сөз жоқ, көрініп те тұрған болар. Сосын менің мойнымда, денемде папилломалар болатын еді. Оның бәрі қалай кетіп қалғанын сезбей қалдым. Сосын кішкентай бала кезімнен менің сол аяғымда, үлкен башпайымда тырнағым сынық еді. Мынау алған кезде қиын, нәскиді киіп шешкенде қиын болады, іліп қалады да. Қазір сол қалпына келді. Осы клеточный питанияның арқасы. То есть біздің ағзамызға осы клеткілер арқылы клеткілерімізді емдеп, ағзамыздың өзі емшипасын, Алламның берген емшипасын қалпына келтіреді екен. Осыны жеткізгім келді. Рахмет. Өйткен денім сау дейтін адам жоқ қазіргі таңда. Алып, ішіп, пайдаланған дұрыс. Манада бір видео түсірдім, сол видеода айттым, қалай арзандау қылып алып ішуге болады, я тегін алып ішуге болады. Бұл жақтарынан қолымнан келгенше енді видео түсіріп отыратын боламын. Сұрақтарыңыз болып жатса, әрине личкаге шығуға болады. Я жаңағы чатта отырған адамдарға чатқа жазуға болады. Рахмет.